Әлмерек атаның бастауының басына келдік. Осындай қылып қарапайым жасалған отыратын орындықтар. Мына жақта бір бастауы қойылған. Бүйтіп қарасаңыздар, ешқандай жағдай жасалмаған. Мынандай керемет табиғат, мынандай керемет жер. Енді қарасаңыздар, енді мынандай тоғайдың нелері, жапырақтары түскен. Мынау керемет суға, міне қарасаңыздар, бастауы Әлмерек атамыздың осындай ғана қылып жасалған. Егер де шетелде болса, мына жердің барлығын құлпыртып жіберетін еді. Құлпыртып жіберетін еді. Міне мына жерге кіріп, адамдар бұл жақта шайынап, жуынады дейді. Міне атамыздың тағы бір бастауы. Міне қарасаңыздар, міне осындай ғана, міне 40 жоқ бұтағы Қожанасырдың несі сияқты. Енді өте ұят деп мен ойлаймын. Мынандай бай халыққа, қалталы азаматтарға құлақтарына енді осы естілсе екен деген тілегім бар. Қалталы азаматтар, мына жерге бір санаторий салсаңыздар, мынандай кереметте, мынандай бастауларды халықтың игілігіне қолданатын, шетелден туристер келіп соншама ақша жасауға да болады. Мына жақпен тек қана балаларға тегін санаторий салу керек. Бір жағына үлкендерге деп төлем төлейтін санаторийлер салса да болады деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да басқалар қолға алып қоймай тұрғанда, шетелдіктер, осы қазақстандық азаматтар қолға алып осыны жасасы екен деген тілегім бар. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Исламқызы.